Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі күні 1 сынып әліппе 78 сабақ И дыбысы мен әріпін жалғастыратын боламыз. Әдеттегідей, бірінші тапсырмамызға назар аударайық. Берілген сөздерімізді анық және буынға бөліп оқып шығайық. Бірінші кезекте бір буыннан тұратын сөздерімізді оқып шығайық. Би, ши, жи және екі буыннан тұратын сөздерді оқайық. Жиын, иық, қиық, ирек, жирек. Жарайсыңдар, балалар. Ал кезекті келесі тапсырмамызға көз салайық. Сызбаға сәйкес 3 сөйлем құра. Балалар, сызбамызға назар аударайықшы. Таяқшамыз шығып тұр екен, яғни біз сөйлемді бас әріппен бастауымыз қажет. Ауысқан сөздерімізді қосып бір сөйлем жазып шығарайық. Кәнекей, уықты шаншиды, шиді тоқиды, киізді басады. Ал балалар, келесі кезекті тапсырмамызға назар аударайық. Орны ауыстырылған сөйлемдерден мәтін құра. Бізге берілген 3 сөйлем және одан мәтін құрау керек. Ал кезекпен жазайық. Инелік, пайдалы жәндік. Ол шыбын масамен қоректенеді. Мен оның суретін салдым. Жарайсыздар, балалар, бүгін белсене қатысып отырсыздар. Керемет. Ал енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Келесі тапсырмамыз мәнерлеп оқы, жаттап ал. Берілген өлең шумағымызды оқиық. Ұзын құйрық инелік, инелікке тимелік. Тік ұшақты жасадық, инеліктен үйреніп. Авторы Абдрахман Асылбек. Тапсырмамызда инелік туралы ақпарат білдік, балалар. Өлең шумағы да өте керемет екен. Ал үйде бұл өлең шумағын жаттап алыңдар. Балалар, бізге берілген сөздерді жалғастырып көрейік. Инелік, ине, елік және іл. Итмұрын, шипалы жидек деген сөйлемді көркем түрде дәптерімізге жазып алайық. Ал біздің сабағымыз бүгінге тәмам. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау сәлеметте болыңдар. Біздің каналымызға лайк басып тіркеле кетіңдер.